Осы парламентте қазақ тілі үшін менен артық күрескен ешкім жоқ шығар. Парламентте мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау жайлы мен депутаттық сауал жасағанда бір ауыз қолдау жасай алмай, қайта қазақ тіліне қарсы шыққандар қазір тіл жайлы ақыл айтқыштарға айналыпты. Қазір парламент 90% қазақша сөйлейді. Құдайға шүкір. Өзге этнос өкілдері де, әріптестеріміз де бізбен жарыс мемлекеттік тілде сөйлеп отыр. 2024 жылы талай көтеріп жүріп, заңға Қазақстан азаматтығын алу үшін мемлекеттік тілден емтихан тапсыру керек деген бапты енгіздік. Бұл елімізге сырттан емін-еркін ешкім кіре бермейді деген сөз. Мемлекеттік қызметке тұру үшін мемлекеттік тілді білу керек, тест тапсырылады. Сондай. Осы тестті қайта қарап толықтыру қажет. Яғни Ақжол партиясы көтерген маңызды мәселелер ерте ме, кеш пе іске асып келеді. Біз мұндай жақсы үдерістерге қарап отырып, көп мәселе өзімізге де байланысты екеніне көз жеткіздік.